Отандық ғылымның жетістігі ғалымдар жедел респираторлық вирустық инфекцияларға қарсы тұратын биологиялық белсенді қоспа шығарды. Оның көмегімен аурудың таралуы мен өршуін тоқтатуға болады. Мамандар қоспаны 10 жыл бойы дайындаған. Олар түрлі сынақ өткізіп, жүзім полифенол концентраты тек вирустан емес, басқа да аурулардың алдын алатынын анықтаған. Әріптесім Наргиз Бекмағамбетова таратып айтсын. Қазақстандық ғалымдар жүзім езбесінен биологиялық белсенді қоспа ойлап тапты. Эликсир метаболикалық синдром, жүрек қан тамырлары патологиясы, бауыр дерті, қан диабеті және тұмау мен вирустардан сақтануға көмектеседі. Основной особенностью добавки является... Бұл жүзім полифенол концентранты негізделген биологиялық белсенді қоспа. Полифенолдар жүрек қан тамырлары ауруларының дамуы мен асқынуын болдырмайды. Одан бөлек химиотерапия препараттарының уытты әсерін азайтады. Өйткені құрамында полифенолдардың көп болуына байланысты эликсир геропротекторлық қартаюға қарсы белсенділікке ие. Жалпы зауытта жылына 20 000 тауар өндіріледі. Мамандар биологиялық қоспаға қажетті жүзімді Түркістан облысынан Жезқазғандағы зауытқа жібереді. Содан кейін полифенолды алу үшін жүзім сығымтысын өңдейді. Жалпы ғалымдар 10 жыл бойы қоспаны зерттеп сынақтан өткізген. Енді қоспа патенттеліп өндіріске шыққан. Қазір эликсир еліміздегі ірі қалалардағы дәріханаларда сатылып жатыр. 2018 жылы жүзім полифенол концентратты тағамдық қоспаны ғылым қоры қолдады. Гранттың құны 286 миллион теңге. Биыл бұл жоба нарыққа шығып, сатылым 6 миллион теңге. Ғалымдардың айтуынша, жүзімнен жасалған өнімді кез келген жастағы адам пайдалана алады. Тек жүзімге аллергиясы бар, аяғы ауыр және бала емізетін әйелдерге ғана шектеу қойылған. Более удачный эффект. Бастапқыда жүзімнің түрлі сорттарын сынадық. Бізге қажет полифенолдардың мөлшері бар 2 сорт Каберна Савиньон менатондық селекцияның саперавиді таңдадық. Полифенолдардың пайдасы зор. Біз енді биологиялық қоспаны дәрілік затқа айналдыруды көздеп отырмыз. Қазір осы бағытта жұмыстар жүріп жатыр. Әсіресе клиникалық зерттеулер жүргізіліп жатыр. Бұл өте маңызды. Бүгінде отандық биологиялық белсенді препаратқа шетелдік ғалымдар да қызығушылық танытып жатыр. Наргиз Бекмағамбетова, Жандос Битабаров, Бақберген Панат, Хабар 24.